Достар, сіздермен бүгін жұмсақ болып шығатын, дайындалу жолы да өте оңай зебра пирогын пісіреміз. Бізге керегі жұмыртқа, сұйық май, айран, қант, ұн, разрыхитель, кішкене ғана сүт және де какао. Ең алдымен жұмыртқаларымызды ыдысқа салып, миксермен араластырамыз. Миксермен араластыру барысында шамалы ғана қантты қосып, осылай біркелкі қылып араластырып шығамыз. Міне осылай ақ түске айналғанда сұйық майымызды құямыз, үстінен айранымызды құямыз. Ұнымызға қопсытқышымызды араластырып аламыз. Және де аз мөлшерден салып отырып араластырамыз. Міне бізде осындай масса болып шығады. Екі ыдысымызға теңдей бөліп шығамыз. Екінші ыдысымызға какаоны қосып, жақсылап араластырамыз. Және де бір ас қасық сүтті қосамыз. Менде кішкене таба болмағандықтан осындай 18 сантиметрлік формаға салдым. Өздеріңіздің осындай 18-20 сантиметрлік формаларыңыз болса, соған пісіруге болады. Видеода көрсетілгенде осылай кезек-кезек құйып отырамыз. Осылай бір-екі рет тегістеп жіберем, және де зубочистканың көмегімен әдемі узор жасасаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Міне дайын болып шықты. Суыған соң пышақтың көмегімен жан-жағын ажыратып аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.